Қазір мен сіздерге стойка воротникті қалай пішуін көрсетемін. Міне осылай пішеміз. Міне мынандай қылсамыз, қазір мұқият қарасаңыз түсінетін боласыз. Мінекей, алдымен арқасын алып аламыз лекалын. Сол лекалымызға біз мына шеттен бастап міне осылай қойып өлшеп көреміз. Қарасаңыз 10 болды. 10 сантиметр. Енді осы 10-ды алып, мына шетке қоямыз да, бұл жақты да тура солай өлшеп аламыз. Міне. Қарасаңыз 23 сантиметр болды. Осы 23 сантиметрді қазір мінекей, мынандай екі бүктелінген қағазымызды аламыз. Міне, екі бүктелінген. Соған енді біз осы 23 сантиметрімізді саламыз. Міне 23 осылай болып тұр. Жоғары қарай 5. Тігісімен бәрі осы 5 сантиметр асаңыз тура келеді. Біз енді бұны сызып аламыз. Сызып алдым. Мына стойка воротникті біз 4 сантиметрден осылай қиғаштап сызып алсақ та болады. Енді біз осы сызған лекалымыз, 5 алдым, 5 сантиметр, мұнағы 5 сантиметр. 3-ке бөлеміз. Міне, 3 бөлікке бөліп, біз бұны мына жерден 3 мм жеткіздірмей кесіп, 5 мм-дей ашып, мынандай қылып кесіп, 5 мм ашып саламыз. Сол кезде бізде мынандай стойка воротник шығады. Міне. Қазір мен сіздерге осыны кесіп көрсетемін. Міне кесіп алдым. Енді осы кескенімізді мына жерден ашамыз. Міне. Бұлай кесіп 1 мм-дей, 2 мм-дей жеткіздірмей кесеміз. Бұл біздің ашуын ашып, 5 мм мынаны әрқайсысын ашу керек біз. Мынандай қылып. Міне. Осылай ашылу керек. Мен қазір бұны салып көрсетем қағазға. Мінекей, осы қағазымызды алып, қойып алдым. Енді осы қағазға жаңағы біздің сызған лекалымызды қоямыз. Бұл лекалды міне мен көрсеткендей, мерді 5 мм-дей осылай ашып, клейлеп аламыз. Келесінде солай ашып, міне 5 мм-дей. Міне. Осылай сызып аламыз. Әсіресе қыздар, мына жері тура тұру керек. Енді біз осыны кесіп көрсетеміз сіздерге. Міне көрсеңіз осылай әдемі болды. Қазір мен кескенімді алып тастап, стойка воротнигіміз қалай тұратынын көрсетем. Міне біздің стойка воротнигіміз осылай тұрады.